Сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бүгін биология апай Еркежан. Сендермен бүгін өтетін тақырыбымыз Қазақстанның ерекше қорғалған табиғи аумақтары. Бұл тақырыпқа келетін болсақ, табиғи аумақтары қорғалған неше түрлі жануарлар, өсімдіктер, немесе белгілі бір аумақтың өзін қорғауға алуы да мүмкін. Қазақстанның ерекше қорғалған табиғи аумақтарына бізге қорықтар, ұлттық саябақтар, табиғи ескерткіштер және ботаникалық бақтар жатады. Қазіргі кезде Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың саны 9 түрі болады. Олардың біріншісі мемлекеттік табиғи қорықтар. Яғни бізде Ақсу-Жабағылы, Наурызым деген қорықтар бар. Келесі мемлекеттік ұлттық саябақтар. Мемлекеттік ұлттық саябақтар бізде көбінесе Астана және Алматы қалаларында көп. Сосын табиғи қорық-қорлар болады. Мемлекеттік табиғат ескерткіштері. Мысалы, мемлекеттік табиғат ескерткіштеріне бізге түрлі ескерткіштер жатады. Мысалы, таңбалы тас дейміз, немесе шатқалдар болады. Осыларға ескерткіштер солар жатады. Мемлекеттік қорықтық зоналар, яғни белгілі бір аумақты қоршауға алып, сол аумақты қорғау, ол бізде ерекше қорғалған аумақ болып табылады, аймақ болып. Келесі мемлекеттік зоологиялық саябақтар. Яғни зоологиялық дегеніміз бұл бізде жануарлардың болуымен байланысты, яғни қазіргі таңда азайып бара жатқан немесе кейбіреу болады, өзінің бір-ақ түрі қалған жануарлар болады. Оларды бізде мемлекеттік зоологиялық саябақтарға қорғауға алады екен. Келесі бізде мемлекеттік ботаникалық бақтар. Бұл жерде бізде әртүрлі өсімдіктер, немесе гүлдер болады, білесіздер, шөп дейміз. Осыларды бізге азайып бара жатқан, немесе мүлдем азайып қалғандарды осы ботаникалық бақтарға кіргізеді екенбіз. Келесі мемлекеттік дендрологиялық саябақтар. Бұған да соны жатқыза аламыз. Қорықтар деген терминге анықтама беретін болсақ, қорық бұл шаруашылық пайда болудан толық алынған аумақ. Яғни қорықтарда бізде белгілі бір аумақты қоршайды және соны бізде қорғауға алады. Ол аумаққа біз басып жүруге, немесе сол аумақтағы жан-жануарларды, өсімдіктерге тиісуге құқығымыз жоқ. Бұл жерде адамдардың жаппай демалуына және аң аулауына, балық аулауына, орман ағаштарын кесуіне, мал жаюға, шөп шабуға, жидектер мен саңырауқұлақтарды жинауға, пайдалы қазбаларды өндіруге сияқты шаруашылық іс-әрекеттерге тыйым салынған. Жаңа айтып кеткендей, мысалы, аң аулауға келетін болсақ, қазіргі кезде қарбарысы, сілеусін дегендер Қазақстанда өте азайып бара жатыр. Сондықтан оларды бізге ерекше қорғауға алған. Балық сияқты, балықтың да бізде небір түрлері болады. Соның ішінде ең андай болады ғой, азайып бара жатқан түрлері, мысалы, қызыл бекіре бар ғой, сол балықты бізде қорғауға алған. Не себепті? Өйткені ол балықтың түрі азайып, күннен күнге оны браконьерлер дейміз ғой, солар аулап жатыр. Браконьерлерден алшақ ұстау үшін бізді қорықты қорғауға алады. Келесі бізде орман ағаштарын кесу, яғни бұл енді қалыпты жағдай. Орман ағаштарын кесу мәселесінде әртүрлі жағдайлар қозғалады. Орман ағаштарын адам өзінің пайдасы үшін кеседі. Келесі бізде мал жаю, шөп шабу, яғни мал жаю мен шөп шабу кезінде бұл табиғатқа орасан зор несін келтіреді, жаман жағын, яғни зиянын тигізеді десеп айтсақ та болады. Одан кейін келесі бізде жидектер мен саңырауқұлақтар. Жидектер мен саңырауқұлақтар бізде тоже азайып баратқанға келіседі. Себебі жидектер, мысалы, бізде орман жидегі дейтін жидектердің түрі көп. Олардың олысы да, ол емесі де болады. Мысалы, саңырауқұлақты тура сол сияқты. Олысы да, ол емесі де болады. Бірақ олардың көбінесе бізде саңырауқұлақтарды жейтін адамдар болады, жидектерді жейтін адамдар болады. Олар оны алуға тырысады. Көбінесе бізде саңырауқұлақтар жаңбыр жауғаннан кейін шығады, оны білеміз. Сондықтан кейбір адамдар жаңбыр жауатын кезде, немесе жауып болған соң, осы кейбір жерлерге саңырауқұлақты жинау үшін шығады. Келесі бізде ұлттық табиғи саябақтар. Яғни ұлттық табиғи саябақтар ерекше экологиялық, тарихи және эстетикалық құндылықтары бар табиғатты сақтау үшін құрылған. Олар ағарту, ғылыми және де мәдени мақсатқа қолданылады. Бұл жерде демалуға, денсаулық қалпын келтіруге, туризм, немесе спортпен айналысуға, таным немесе турлар ұйымдастыруға болады. Өсімдіктер әлемі мен жануарлар дүниесі қатаң қорғауға алынған. Яғни ұлттық табиғи саябақтар дегеніміз
Бұл кезде бізде бұл жерге саяхаттауға, көруге, мысалы турист агенттермен келуге болады. Бірақ осы табиғаттың мүліктерін өсімдіктер мен жануарларға тиісуге тыйым салынады. Тек адам көзбен көріп кете болды деген жағдайда осылай айтамыз. Келесі бізде табиғи қорықтар. Табиғи қорық-қорлар әртүрлі бағытта болады. Ботаникалық қорық-қорларда мал жаюға, шөп шабуға, ағаш кесуге болмайды. Аң аулау, балық шаруашылығында балық аулауға қатаң тыйым салынады. Геологиялық ландшафт және де басқа қорық-қордарда өз шектеулері болады. Яғни мысалы біз мына жақта біз қорық-қорда болсақ, ол жақта бізде белгілі бір өсімдіктердің түрлері, жануарлар мекен етеді. Табиғи ескерткіштер. Табиғи ескерткіштері қорғалады себебі ғылыми, тарихи, оқу-ағарту және мәдени-эстетикалық маңызы зор. Оларға кішкентай тоғай, көл, аңғар, түрлістері, үңгірлер, тағы басқалар жатады. Табиғи ескерткіштерге мен сендерге бағана айтып кеткендей шатқалдар жатады. Қазіргі шатқалдардан бізде Ақтау жақта бар. Яғни бізде ол бізде табиғи ескерткіш болып табылады, яғни табиғи кезде пайда болған. Және айтқанда мысалы су аңғары да бізде де солай пайда болады. Тоғай да солай кездеседі, көл, түзілістер, жаңа айтқан шатқалдар, үңгірлер. Қазіргі таңда үңгірлер көп емес, бірақ сондықтан бұларды бізде табиғи ескерткіштерге жатқызады. Ал бұл жерде мен сендерге айтып кеткендей табиғи қорықтар, яғни қорғауға алынған бізде 10 қорық бар екен. Оның біріншісі бізде Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы. 1926 жылы құрылды. Көлемі 131.934 гектарға жетеді. Орналасқан жері Оңтүстік Қазақстан облысы және Жамбыл облыстарында бар Ақсу-Жабағылы қорығы. Келесі бізде Алматы мемлекеттік табиғи қорығы. 1931 жылы құрылды. 71.700 гектарға шақ Алматы облысында орналасқан. Келесі бағана айтқан Наурыз мемлекеттік қорығы 1931 жылы құрылып, 191.381 гектар жерді алып жатады, және бұл Қостанай облысында орналасқан. Барса келмес мемлекеттік табиғи қорығы. Барса келместі сендер көп жағдайда естисіңдер деп ойлаймын. Ол бізде 1939 жылы құрылған, көлемі 161.826 гектарға дейін шақ, Қызылорда облысында орналасқан болатын. Келгісі Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы 1968 жылы көлемі 543.171 гектарға шақ, Ақмола облысы мен Қарағанды облыстарында бар. Бізде Марқакөл мемлекеттік қорығы. 1976 жылы құрылған, көлемі 102.979 гектарға шақын, Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Келесі Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы 1984 жылы құрылған, көлемі шамамен 223.342 гектарға сәл, Маңғыстау облысында орналасқан. Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы. Бұл бізде 8-ші қорық. 1992 жылы гектарға тесек, көлемі 86.122. Шығыс Қазақстанда орналасқан. Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы. 1998 жылы құрылған. Бұл бізде гектармен, яғни 65 мыңнан астам. Алматы облысы және Шығыс Қазақстан облыстарында. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы. 2004 жылы құрылған, көлемі 34.300 гектарға. Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Міне, бұл бізде қорықтар қай жерде орналасқаны. Бізде былай қарап тұрсаңдар, көбісі бізде оңтүстік аймақта орналасқан, және де шығыс аймақта орналасқан. Өйткені бұл жерде бізде табиғаттары әдемірек болып келеді, және де бұл жерде бізде көбінесе жасыл аймақ болып белгіленеді картада. Сондықтан бізде бұл жақта қорық көп деп келеді. Сонымен достар, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Еркежан. Сіздерге үй тапсырмасына табиғатты қорғау деген түсінікті немен байланыстыратын едіңіздер, соны жазасыздар, және де ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлерін атаңдар. Және мен сіздерге айтып кеттім, соны өз беттеріңізше жазып көріңіздер. Және де олардағы арасындағы айырмашылықтар көрсетіңіздер. Мысалы Ақсу-Жабағы мен Наурыз қорығының айырмашылығы неде? Олардың нақты қорғайтын заттары не? Мысалы Ақсу-Жабағы қорығында қандай өсімдіктер бар? Ал Наурыз қорығында қандай өсімдіктер бар? Немесе жануарларды жазсаңыздар да болады. Қандай жануар қайсында өте жақсы қорғалған?
олардың қорғау мақсаттарын жаңа айтып кеттім, соны жазыңыздар. Және де қайқорықта қандай жануар мен қандай өсімдік қорғайды, соны жазыңыздар. Және де сіздерге сабыр тапсырма, жоғалып бара жатқан өсімдік пен жануарларды жазыңыздар. Сіздермен болған мен Еркежан, сау болыңыздар.